Қымбатты көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде Таңшолпан. Біз бағдарламаны жалғастырамыз. Ауыл әйелдеріне арналған бизнес жобалар жайында не білесіздер? Жалпы кәсіпкерлік бастаймын дейтін нәзік жандыларға қандай көмек, қандай жағдайлар жасалып жатыр? Студиямызда қонақта Қазақстанның ауыл әйелдері форумының ұйымдастыру комитетінің төрайымы, өзіміз жақсы танитын Қазақстан Республикасы парламентінің 4-ші, 5-ші, 6-ші шақырылымының депутаты Майра Арапқызы Айсина келіп отыр. Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Қалыңыз қалай, көңіл күйіңіз қалай? Сізді экраннан көрмегелі біраз уақыт болды. Жақсы. Енді шақырсаңыздар келеміз осылай. Тамаша, енді сіздің жасап жүрген жұмыстарыңыз қазір көп, көбінесе қоғамдық жұмыстармен айналысып жүрсіз, иә. Енді бүгін біздің экранның ар жағында отырған ауыл аймақтары кәсібін дөңгелетемін, іс бастаймын дейтін әйелдерге арналған бір үлкен көмек жасайтын жоба бар. Сол жоба туралы айтайықшы жайында. Біз енді бұл белестер деген жоба, оны 11 жыл болды біздің бастап кеткеніміз. Оның әуелде бұған бастама жасаған Нұр Отан партиясы болатын. Осындай ауыл әйелдер емес, әйелдердің тобын, әйелдерді қолдау, бір сондай эксперттік топ құрған болатын. Соны басқарасыз ба деп. Енді мен ойладым, бұлар немен айланысады, қандай жұмыс. Сосын бір кісілер келіп қалды, осындай ауыл әйелдеріне көмектесіп жатыр. Жоқ, қолдап жатырмыз, иә, мына жұмыссыз жүрген әйелдерге деп. Сосын мен айттым, ауыл әйелдеріне көмектесе аласыздар ма? Иә деп, сонымен міне 11 жыл болды бастап кеттік. Белестер деген жоба, әлеуметтік жоба, ол бизнестің әлеуметтік жауапкершілік шеңберінде жасалып жатқан. Соны біз неге ауыл әйелдерін алдық? Біз себебі мына қаланың әйелдерін алатын болсақ, бұлардың енді қандай да болсын ақпараттарға қолдары жетімді ғой. Ал ауыл әйелдеріне көбінесе жетпей қалады. Және олар жүрексінеді бірдеңені бастап кетуге. Соны біз ең бірінші осы Алматы облысы мен Ақмола облысынан бастаған болатынбыз. Мынау экспо өтетін болды ғой 17 жылы. Соның қарсаңында ауылдың әйелдері мынау бір жағынан мына келген қонақтарға осы біздің ұлттық тағам жағынан көрсетсе, және мынау сувенир андай-мындай жасап, бір жағынан еліміздің мынау несін көрсетсін дегендей. Екінші жағынан өздеріне де кішкене де болса табыс алсын дегендей. Соны мені бастап кеткенбіз. Енді қазіргі кезде және өзіміздің алған ұранымызда былай болатын: әр әйелге іс, елімізге табыс деп. Себебі ауыл әйелдерінің потенциалын дұрыстап пайдаланайық, экономикаға да бір жағынан көмегі болады деп. Және мынау ауыл әйелдеріне және бастағанымыз, енді айтпайтын адам жоқ қазір. Ауыл ел бесігі дегенде бар. Міне қазір ауыл аманаты деп жатырмыз, иә. Бірақ соны барып ауылдағы адамдармен жұмыс істеп, оның нәтижесі болып жатқаны өзіңіз білесіз, жоқтың қасы. Сондықтан біздің де ойлағанымыз былай: енді ауыл ел бесігі болатын болса, ой бесікті кім тербетеді? Әйел тербетеді. Солай ғой. Сондықтан біз ойладық, осы мәселенің тұтқасы біздің сол қыздарымыздың, келіншектердің, әйелдердің қолында емес пе екен деп. Сонымен сол бастап кеттік. Қазіргі кезде енді осы жобаға қатысып жүрген әйелдер өте көп. Бірінші барғанда сескенетін, келеді, айтқанымызды жазып алады. Бірақ біз республикалық жыл сайын, жылдың басынан бастап республикалық сайыс өткіземіз. Олар бизнес пландарын жазу керек, жобаларын соны қорғау керек, соны жүрексінетін. Қазір барсақ бас салып жазып жатады. Және бұрын бір сол әрі кетсе бір 30 адам жазушы еді алдында сол бизнес жобаларын. Қазір болса 4000 әйелдей жылда сайысқа сондай өздерінің жобаларын жазып отырады. Бірақ дегенменен енді грантты бергенде біз әуелде $4000 көлемінде беретінбіз. Ол енді жақсы сондай көмек болатын. Себебі аяқтарына тұрып кетуге, үйреніп алуға, ол қайтарымсыз грант қой. Себебі несие алуға қорқады ауылдың әйелдері. Себебі жауапкершілік бар ар жағында. Жауапкершілік бар ғой. Балаларын ойлайды, жанұясын ойлайды, бәрін ойлайды ғой. Енді оны қайтара аламын ба, қайтара алмаймын ба деген. Сондықтан грант алғасын үйреніп алғаннан кейін әрі қарай
жұмыс істеуге де несие алуға да сөйтіп алып та жатыр қазір. Қазір көрермендерімізге қысқаша түсіндіріп өтейікші. Бұл бағдарлама ауылдың әйелдеріне арналған. Демек, қолынан іс келетін, өзінің ерекше кішігірім кәсібін бастаймын дейтін әйелдер болса, өтініш жазу керек, дұрыс па? Бизнес жоспар жасау керек, және бұл жоспармен арнайы конкурсқа қатысады. Сол конкурс нәтижесі бойынша гранттар бөлінеді. Сол істі бастап кету үшін, ары қарай дөңгелетіп кету үшін енді. Осы уақытқа дейін қанша әйел сонда мүмкіндікке ие болды? Енді бүгінгі таңда 117 әйел сол грантты алып өз істерін дөңгелетіп жатыр. Мен жаңа айтып кеткенім, мәселе ол бәріне жаппай грант беру емес. Бір жағынан оқытамыз біз. Қазір пандемияда бір жақсы жері сол болды. Енді онлайн форматта біз қазір әйелдерді оқытамыз. Оған 60 мыңдай әйелдер қазір өтті сол оқудан. Және бұл грантты алмай-ақ өз істерінде дөңгелетіп жатқандар бар. Ал мына грант алған адамдарды біз бірде-біреуін ұмытпаймыз, бақылаймыз, көмектесеміз аяққа тұрып кетуге. Және олар жұмыс орнын қазір өздері жасап жатыр. Маңайындағы адамдарға, көршілерге дегендей. Содан тағы бір жақсы іс туындады. 18 жылы біз ойладық, енді біз оны бәрін түсіндірген ол бір жөн. Ал өздері айтса қалай болады деп. Соны енді өз әйелдерді сөйлетіп жүрміз. Қазір сол республикалық деңгейде форум өткіземіз. Республикалық деңгейде емес, оның алдын ала облыста өткіземіз. Осы Ақмола облысынан бастаған болатынбыз. Соны жылда әкімдерге, әкімшіліктерге рахмет, әкімдерге рахмет, сөзімізді жерге тастамай, сол міне 11 жыл болды, көмектесіп келе жатыр. Енді әйелдерді былайша қарасаңыз, бәрі де бір жақсы спикер, бізден артық сөйлейді. Себебі және олардың бизнеске қалай келді, қалай үйдің де шаруасын, мынау қоғамдық жұмысқа қазір бейімделіп алды көп әйелдер. Мынау партия праймерис өткізді, оның алдын мынау сайлау болды, сайлауға өте біздің көп әйелдер қатысты. Мына 7-ші шақырылымда 2 депутатымыз мәжілісте болды, олар сол біздің сол форумда спикер болған қыздар, сол бізбенен бірге осы жобаға қатысып, сондықтан бұл осы біздің жұмысымыздың нәтижесі деп ойлаймын. Және мынау маслихаттардың бардық деңгейдегі маслихаттарда біздің осы жобаға қатысып жүрген әйелдер өте көп. Спикерлер бұлар сіздерден жаңағыдай осы грант ұтып алғандар ма, жоқ әлде жалпы кәсібін дөңгелетіп жақсы нәтижеге жеткен жандар? Көбінесе сол біздің грантты жеңіп алып, жұмыс істеп, тұрақты жұмыс істеп жүрген әйелдер көбінесе. Бірақ осы біздің сол онлайн оқуымызға қатысып жүрген, сосын өздері бастап кеткен ондайда әйелдер көп бізде. Сондықтан біз мына 4 кітап шығардық қазір. Асқар шыңдарға ту тіккен ауыл әйелдері деп, әрбірінде 100 әйелдер бар міне. Солардың бәрін өздері міне бұны біз не үшін шығардық, бұны шығарып жүрміз. Міне биыл 5-ші кітап болады. Оны біз сосын әкімшіліктерге береміз. Енді мына елімізге паш етуіміз керек қой, мынау жұмыс істеп жүрген әйелдерді. Сол себепте және осы жерде олардың тәжірибесі, қалай өздерінің ісіне келді, қалай оны дөңгелетіп жүр, қандай нәтиже алып жатыр дегендей өздерінің ақылдарын да беріп отырады. Сондықтан көп әйелдер сұрақ қояды, қалай деп, соған осы әйелдер өздері жауап береді. Сондықтан бұл өте жақсы нәрсе деп ойлаймын. Әйелдердің өздеріне де өте ұнайды. Ал енді алдағы форумда қандай тақырыптар қозғалады? Енді біздің әрбір осы өткізіліп жүрген форумдардағы тақырыбымыз сол қалайда осы еліміздің экономикасын әрі қарай дамытуға қалай үлес қоса аламыз. Ауыл әйелдерінің кәсіпкерлік жағын қалай нығайтамыз дегендей, сол тақырып қой ең басты тақырыбымыз. Мен ойлаймын, бұл өте маңызды. Себебі күннен күнге біздің қатарымыз өсіп келе жатыр. Және бұл жақты ақпарат беретін
беретін жақсы сондай алаң болып отыр, соған айналды. Оны енді қазір мемлекеттік органдар да мойындап отыр. Біз енді бұның нәтижесі қандай тағы? Бір жағынан мынау мемлекеттік емес қоғамдардың күші мықты екенін көрсетіп отыр. Себебі бұл осы жобаны дөңгелетіп отырған қазіргі кезде жасыл экономиканы қолдау және глобалды дамыту коалициясында онда айналдырған 5 адам жұмыс жасайды, және қоғамдық динамика деген Алматыда онда 7 адам жасайды. Сол осы балалардың жасап отырған жұмысы қандай нәтижесі үлкен. Сондықтан біз мемлекеттік емес қоғамдарға да кішкене көмектессек, міне бұлардың нәтижесі өте жақсы бір жағынан. Екінші жағынан біз айтамыз, сіздер мемлекеттік органдарға айтып келе жатқаным, сіздер қорықпаңыздар грант беруге. Ол ешқайда кетпейді. Әйелдер оны дұрыстап пайдаланады деп. Оны енді бұлар құлақ асты, рахмет. 19 жылдан бастап грант беретін болды көп балалы аналарға. 500, ең бірінші 500 мыңдай ақша беретін болды. Кейіннен 21 жылда 1 миллионнан берді. Бірақ олардың саны үлкен. 21, осы 3 жылдың ішінде 21 мың әйелдер көп балалы аналарға алды. Әрине көп болғасын оны бақылауда қиын. Сондықтан қазіргі, және екінші біздің айтып жүрген мәселе ол да іске асты. Біз айтамыз, несие бересіздер, әсіресе ауыл әйелдеріне, ауыл адамдарына, жастарға сіздер бергенде 4% емес, 7%, 10%, 14%, оны қайтара алмайды олар. Олар бірінші аяқтарын тұрып алу керек қой. Сондықтан ең тиімдісі үлкені 3%-дан болса сонда алады деп. Соны енді биыл үкімет қаражат бөліп отыр. Мынау ауыл аманаты деген бағдарламаның шеңберінде 2,5%-бен беріп отыр. Оған 52 миллиард ақша бөлінді. Енді мынау қазір бюджетті нақтылай келгенде республикалық 100 миллиардқа дейін жеткіземіз деп отыр. Бұл енді үлкен көмек ауылдың адамдарына, соның ішінде біздің әйелдер. Себебі ауылда бізде қазір әйелдердің саны 49% болып тұр. Солмен жұмыс айланып жүрген адамдардың саны 1 миллион болса, соның қақ жартысы біздің әйелдер. Сосы кәсіпкерлікпен айланып жүрген. Сондықтан мен ойлаймын, олардың да қол жетімдігі жақсы болады. Және біздің мынау осы қазір грант алып істеп жүрген әйелдер, сосын осы кітапқа біздің кірген қыздарымыз енді бүгінгі таңда міне биыл 500 адам болады осындай. Сондықтан олардың да қолы жетеді деп ойлаймын. Олар енді тәжірибелер бар ғой, сондықтан ол несиені алуға олар ала алады. Және оның көлемі 8 миллион енді әжептәуір қаражат. Сондықтан олар істерін дөңгелетіп жүргендер әрі қарай дамытып кетуге жақсы. Бұл несиені кәсібін бастап кеткендер ала ала ма, жоқ әлде бастағысы келетіндер ала ма? Олар оны бастап кеткендер де ала алады. Оны енді комиссия шешеді. Комиссия ол мынау жергілікті акиматтардың жанында құрылатын болады. Ол жерде енді мынау қоғамда жұмыс істеп жүрген адамдар және мынау мемлекеттік емес ұйымдардың өкілдері болады. Сондықтан бәрі енді дұрыс шешімге келеді деп ойлаймын. Және 28 миллиард жастарға бөлініп отыр. 21 жастан 35 жасқа дейін жастар, олар да бұны ала алады. Шарттары қандай, не істеу керек? Енді жастарда өз бизнесін бастап кетемін десе, қазір енді айтешниктер кім көп? Айтешниктер көп, оларда керек бізге қазір. Және ауылдағы біздің жастар қазақшаға дұрыс бейімделген деп ойлаймыз. Сондықтан біздің қазір мынау IT саласында кішкене сол қазақшасы кішкене енді төрт аяққа да ақсақ деп айтуға болады. Сондықтан осы мәселені дамытуға жастардың қолы жетеді деп ойлаймын. Енді 5 миллионға дейін алатын болса, көп нәрсені бастап кету ойлаймын. Стартап дейміз ғой, сол стартап ретінде.
Сол 5 миллионды алу үшін қандай құжаттары керек? Олардың қандай құжаттар керек, бәрі оны мына жастардың бұл жұмысын мынау еңбек министрлігі жасайтын болады, солардың сайттарынан алуға болады, ол жерде бар ақпарат бар. Ал мынау ауыл адамдарына несие алу жағын оны мынау ауыл шаруашылық министрлігінің сайтында осының бәрі бар. Енді мен оларға да айтам, бұл ақпаратты тезірек жеткізу керек. Біздің мынау белестер деген жоба неге жақсы дамып кетті? Біз өзіміз ауылға баратынбыз. Себебі ауылға барып түсіндіресіздер, түсіндіреміз, әр ауылға барамыз, адамдарды жинаймыз, әйелдерді түсіндіреміз. Себебі олай болмаса, олар қай әйел баласын тастап, үйін тастап, қалаға барып НПП-ның атамекеннің несінде оқиды. Солай ғой. Сондықтан олар алаңдайды. Сондықтан біз өзіміз баратын болдық. Сондықтан министрліктің өкілдеріне айтатыным сол, сендер кабинетте отыра бермей, барыңдар, жүріңдер, көрсетіңдер, айтыңдар, сонда ақпаратта оларға жетеді бір жағынан, екінші жағынан нәтиже болады. Несиені алуға олар жүрексінбей алады деп. Енді осы гранттардың, несиелердің нәтижесі туралы айтатын болсақ, бүгінгі таңда өзіңіз айтып отырғандай, мінекей қаншама жаңа есімдер, жаңа кәсіптер басталып отыр. Көбінесе қай саланы таңдап отыр біздің әйелдер? Бүгінгі таңда әрине біздің жаңа осы жобаның ұтымдылығы, біз айтып отырған жоқпыз, анау айдан бірден алыңдар да жасаңдар деп. Өздерінің бұрынғы жасап жүрген істері, қолынан келетіндері. Сондықтан әрине енді ауылдық жерде тұрғасын 40% сол ауылдық шаруашылықпен айланысады. Және қазіргі кезде тағы бір жақсы ақпарат, соның неше пайыз екен қазір есімде жоқ, сол 12% екен. Қазір мынау сервис дейміз ғой енді. Қызмет көрсету. Қазіргі кезде енді қаланың әйелдері кішкене өзіне көбірек қарайтын болса, ауылдың әйелдеріне кейде қолда жетпей қалады ғой. Сиырда сауы керек, балаға да қарау керек, істі де дөңгелету керек, үйдің де шаруасына қарау керек дегендей. Сондықтан 12% ба, 14% ба осы қызмет көрсету, парикмахерлар ашылып жатыр. Өте жақсы. Сосын мынау ұлттық киімдерді, ұлттық заттарды жасау қазір өте көп әйелдер жасап жатыр. Қолынан келеді. Сол бізден алған грантқа сол керекті техниканы алады, сонымен сосын өздері соның бәрін дөңгелетіп жатыр. Және біз айтамыз, ауыл әйелдеріне неге жүгіндік біз? Бір жағынан әйелдер бірдеңені істесе, соны мәдениетті түрде істеуге тырысады. Сондықтан ауылдың да көркін жеткізуіміз керек, дұрыстауымыз керек дегендей. Сондықтан осы жағына да біз ауыл әйелдеріне көбінесе жүгінетініміз де сол. Тамаша, енді қаншама жаңа өте пайдалы және қажетті ақпаратты айтып отырсыз бүгін. Көп алғыс білдіреміз. Бір қолмен бесікті, бір қолмен әйелді тербет, бір қолмен әлемді тербетіп отырған әйелдердің қолынан келмейтін іс жоқ екендігіне тағы да көзіміз жетті, қымбатты көрермен. Расымен де көптеген мүмкіндіктер бар. Бұл мүмкіндіктерді дұрыс пайдалану және жақсы нәтижеге жету тек өзіміздің қолымызда. Қымбатты қыз-келіншектер, қымбатты арулар. Көп рахмет. Тамаша жобалар, тамаша бағдарламалар сәтімен жүзеге аса берсін. Бақытты әйелдер көбейе берсін дейміз. Ал Таңшолпан жалғасады, алыстамаңыздар.